Сәлеметсіңдер ме оқушылары, қазақ тіл сабағы 2 сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі 3 сабағымыздың тақырыбы диалог, монолог деп аталады. Бүгінгі сабақта біздер диалог пен монологтың не екенін білетін боламыз, және сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысатын боламыз. 9 жаттығу. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Бүлдірген тереміз балақай. Алақай. Ат жарыс көреміз балақай. Алақай. Айға ұшып барамыз балақай. Алақай. Кел ағаш жарамыз балақай. Әй атай. Авторы Қадыр Мырзалы. Өлеңдегі кейіпкерлерді анықта, олардың саны нешеу? Өлеңдегі кейіпкерлер атасы мен немересі. 2 кейіпкер бар. 2 немесе бірнеше адамның сөйлесуі диалог деп аталады. Ал енді оқушылар, осы жаттығуда бізде диалогты бір ескерілетін ереже бар. Бұл диалогта бір немесе бірнеше адам сөйлескен кезде әр адамның сөйлесуі алдында сызықша қойылып бас әріппен жазылады. Мұны да ескергендеріңіз жөн. 10 жаттығу. Өлеңді түсініп оқиық. Мен қазақтың тілімін деген Оразақын Асқардың шығармасы берілген. Мен қазақтың тілімін, беретін көп білімім, достасатын сендермен жаңа пәннің бірімін. Үйретем тіл заңдарын, сөзіме құлақ сал бәрің, менімен тез іске асар, ойға алған арманың. Өлең не туралы? Ол неліктен тілдің атынан айтылып тұр? Өзің қорытынды жасап көр дейді. Өлең қазақ тілі пәні туралы айтылып тұр. Тіл заңдарын қазақ тілі пәні үйретеді. Өлеңнің алғашқы сумағын көшіріп жаз дейді. Мына жерде берілген: мен қазақтың тілімін, беретін көп білімім, достасатын сендермен жаңа пәннің бірімін деген алғашқы шумағын дәптерге әдемілеп көшіріп аламыз. Өзіне немесе тыңдаушыға қаратып айтылған бір ғана адамның сөйлеуі монолог деп аталады. 11 жаттығуда мысал берілген. Осы мысалды оқиық. Менің қызметім күшті, адамдар үстімде ас ішеді, жазу жазады, деді үстел. Мен болсам жаныңа адам жоламас еді, деді орындық. Авторы Әділ Балта. Бұл мысал диалог пе әлде монолог пе? Дәлелде дейді. Әрине бұл мысал диалог, себебі үстел мен орындық арасында жүргізілген әңгіме. Біз сабақтың басында өттік. Диалог дегеніміз бір немесе бірнеше адамның сөйлесуін айтады. Міне осы дәлел болып саналады. Келесі 12 жаттығу. Диалогты толықтырып көшіріп жаз. Амансыз ба әже? Аманмын. Халіңіз қалай әже? Жақсымын балам. Бұл жерде диалогте бізде қаратпа сөздер қолданылып тұр. Қаратпа сөздер әже, балам деген сөздер. Қаратпа сөздің өзіндік жазылу ерекшеліктері бар. Егер де дәл осы диалогтегідей сөйлемнің соңында келсе, онда әже деген сөздің алдына үтір қойылады. Ал егер де қаратпа сөз сөйлемнің басында келсе, мысалға әже, амансыз ба? Онда әже деген сөзден кейін үтір қойылады. Ал егер де қаратпа сөз сөйлемнің ортасында келсе, онда екі жағынан да үтір қойылады. Парталасымен ата мен бала рөлінде амандасу жағдаятын құрастырып көріңдер дейді. Дәл осында диалогтегідей мысал келтіріп, амандасу жағдаятын құрастырамыз. Сәлеметсіз бе ата? Сәлеметсің бе балам? Денсаулығыңыз жақсы ма ата? Шүкір, жақсымын балам. Өзіңнің қалың қалай? Менде бәрі жақсы ата. Ал енді оқушылар, бүгінге осымен сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.